Болды, абай, енді саған бір сұрақ қой, маған қараш, бәрі нормально ма? Иә. Көзіме жөндеп қара, бәрі нормально ма? Иә, жақсы бәрі. Бір сұрақ қойғым кеп тұр, абай. Абай, көзіме қара. Анақта кім тұр, 3 әріп? Кім? 3 әріп кім тұр ана жақта? Ана. Ана, сосын? Әке. Күліп айтып атсың ғой? Қағыда бір кісі тұр, кім тұр? Жаңадан сен өміріңе пайда болған 3 әріп кім тұр? Ата ене. Соның соңғысы кім, 3 әріп? Ене. Ой, жаным, абайшик. Енені күліп айтып тұр, ене деп қояды. Ол пока ене. 3 жылдан кейін ене. Абай, түсіңе де кіреді. Ене. Абай. Ене. Ойладым. Абай, сенің ойыңша кім жеңді? Ене. Кім жеңді? Ене. Кім жеңді? Ене. Кім жеңді? Ене. Шабалақ ене дейді, прикинь. Жаным, кішкене, іштен кетпейді. Нормально. Енді жаңадан үйленіп атыр, кішкене қобалжып тұр, қолың берші. Қол дірілдеп тұр, ене деп еді, уже көрдіңіздер ма? Іштен кетпейді. Сенің ойыңша, абай, қорқытпай қояйын, бәрі нормально. Кім жеңді? Айдана. Жоқ. Кім жеңді? Мен. Шабалақ ұрайықшы, мен деп қошемет беріңіз. Нормально.